Ассалаумағалейкум балдар. Қалайсыңдар? Кімді көрмедім. Бүгін давайте кішкене собрание істетсек. Футболдың темалары туралы. Бірнеше нелер бар, несіне көрсек. И өздерің ойлағанды айтыңдар, не білесіңдер, не білмейсіңдер, білмейтіндерін сұраңдар. Хорошо. Балдар, ойын ережелері және ойын рухы, әділ ойын қағидаттары және әріптестерге, қарсыластарға, төрешілерге, жанкүйерлерге құрмет көрсету. Бүгінгі неміздің собраниямыздың тақырыбы әділ ойын қағидаттары және әріптестерге, қарсыластарға бәрін футболда кездестіресіңдер ғой. Қандай кезде, не кезде, коммуникацияны кішкене толығырақ тереңірек сендерге түсіндіріп өтіп. Жиналыстың мақсаты, бұл жиналыс тек ережелерді еске түсіру ғана емес, біздің команда ретіндегі құндылықтарымызды нығайтуға арналған маңызды кездесу. Бұл тек доппен қақпай емес, бұл мінез құлық, жауапкершілік және өзара сыйластық. Ережелер, футбол ойынның негізгі ережелерін еске түсіру және олардың мұқият сақтау, тәртіп, команда ішіндегі өзара сыйластық пен тәртіпті нығайту, жауапкершілікті арттыру, фэйр-плей, әділ ойын қағидаттарының маңызын түсіну және күнделікті жаттығуларды қолдану, құрмет, қарсыластарға, төрешілерге және жанкүйерлерге құрметпен қарау, мәдениет қалыптастыру. Бүгін осы тақырыптар туралы терең тоқталып өтеміз қазір. Ал бастаймыз. Футбол ойын ережелерін сақтау. Ережелер бұл ойынның іргетасы. Оларсыз футбол мүмкін емес. Әрбір ойыншы ережелерді жатқа білу және оларды ойын барысында қатаң сақтау тиіс. Ережелер бұзу тек және айыппұл ғана емес, бұл команданың беделіне нұқсан келтіреді. Техникалық ережелер, офсайд, қолмен ойнау, ауыр фолдар, олардың барлығы ойынның тәртіп бұзады. Олардың білуі кез келген футболшының міндеті. Тәртіптік ережелер, сары және қызыл карточкалар бізде көп кездеседі. Бұл тек жазалау шарасы ғана емес, ойыншының өзін бақылау көрсеткіші дисциплинасы бойынша командаға әлсіз етеді. Командалық ережелер жаттығуға кешікпеу, форма кию, нұсқаулар орындау, бұлар ережелер команда тәртібі жеке тәртіппен басылады. Техникалық ережелер көрінді, офсайд, аут, тағы нелер бар. Көп түрлері бар, сонымен қатар тәртіп ережелер. Бізде красный, желтый көбірек командада, ал оның ертең зияны команда қалай тиеді? Команда екі есе энергия ұтады, бір бала үшін. Бір-біріңге түсінбеушіліктер пайда болады. Сен өзің команданы құрметтемесең, одан дым шықпайды. Сол үшін бір-бірінің еңбектерінде бағалай біліңдер. Болмайтын жерде желтый алып, болмайтын жерде красный алып жүргеннен гөрі, лучше ол моментте басын спокойно, жүрек жану керек. Болды, футболда сондай тек қана. Ал бас ойланбаса, футбол ойнамайды. Бас жұмыс істемесе, футбол ойнамайды. Командалық ережелер, оны білесіңдер, форма кию, мысалы, экипировка берілді, соны тренировкада жаттығуда киіп жүру, одан бір-біріңнен дұрыс отношения, дұрыс қарым-қатынас, бір-біріңе боқтамай, бір-біріңе кішкене поддерживать ету, қолдау, қорғау, мысалы. Түсіндер ғой? Әрқайсының өзінің көрінері, әр нәрсенің өзінің ережелері бар, сақтау керек соның бәрін. Фэйр-плей, әділ ойын қағидаттары. Фэйр-плей бұл тек ережелер сақтау ғана емес, бұл ішкі құндылықтар жүйесі. Әділ ойыншы жеңіске жету үшін емес, дұрыс ойнау үшін көрсетеді. Бұл қағидаттар FIFA мен UEFA деңгейінде мойындалған және барлық футболшылар үшін міндетті. Адалдық ойын барысында алдамау,
қол жасағанды мойындау, қарсыласты сыйлау нағыз чемпионның қасиеті. Спорттық рух, жеңісті де лайықты қабылдау. Матчтан кейін қарсыласпен қол алысу. Бұл дәстүр ғана емес, сыйластықтың белгісі. Қауіпсіздік, қарсыластың денсаулығын қауіпке тікпей ойнау, жеңіс мақсатында ауыр жарақат салу, қабылданбас мінез-құлық. Барлық ойыншыларға жасын, ұлтына, деңгейіне қарамастан бірдей құрмет көрсету. Дискриминация орын жоқ. Түсіндіріп отыр. Всегда адалдық болу керек. Өздеріңе бірінші адал болыңдар. Мен бүгін не істей аламын? Бүгін мен командаға қандай көмектесе аламын? Ойыннан шыққан кезде, уже командаға толық немен көмектесуге болады? Қай жерде мықтылауымыз керек? Мен сендерге айтамын, ойын біткеннен бір-біріміздің көзімізге тіке қарай алатындай ойнау керек деп. Білесіңдер ғой? Вот осы адалдық деген осы бір-біріне. Кеше Али алды, бізді лақтырып кете салды, былай айтқанымыз. Ал Али ойыннан кейін сен біздің көзімізге қарай алдың ба? Вот, көрдің ба? Мен сендерге айтамын ғой, дисциплина бьет класс всегда. Спорттық рух, ол уже бір-бірлерін жеңді. Жігерленесіңдер, бір-біріне поддержка, дух, қолдау, бір-біріне подсказ, осының бәрі спорттық рухқа жатады. Бір-біріңді қолдасаңдар, бір-біріңе дұрыс подсказ етесіңдер, бір-біріңе уақытылы айтсаңдар, оның бәрі ертең ойында өздерің оңай болды. Кеше мысалы, бір-біріңе мысалы түсіп барасыңдар, айқайлап біреуге қайтадан, давай, ойнау керек. Вот, көрдіңдер, уже балдардың эмоциясын көтеру керек. Капитан, лидер сөйлеу керек осындай. Бала ештеңе жоқ, шыдаймыз, набивать етеміз, ұрамыз, давай. Осында рухқа жатады. Бір-бірін жігерленіп, ұтылып атсам да ештеңе жоқ. Ойын, футбол 2 тайм 45 минуттан 2 тайм. Ұтылу деген әңгіме жоқ, 45 минуттан 90 минуттан свисток болып ойын біткен кезде ойын ұтылдың деген сөз. Ал оған дейін до конца. Түсіндіңдер ғой? Қауіпсіздік ешқашан ешкімнің артынан секіруге болмайды. Ешқашан. Жігітсің ба, еркексің ба, өз-өзіңді сыйлайсың ба, бірінші алдынан. Доп, тек қана допқа. Сен біреуге жарақат істейтін болсаң, ол өзің айналып келеді. Жизнь это бумеранг дейді, білесіңдер ғой. Бәрі айналып келеді, жердің өзінде болады. Сол үшін ешқашан біреуге кек сақтама. Ешқашан біреуге зиян келтірме. Өз-өзіңе пайда тигіз, өз-өзіңе жақсы нәрсе істесең, өзіңе жақсы болады. Түсіндіңдер ғой? Теңдік барлық ойыншыларға жасына, ұлтына, деңгейіне қарамастан бірдей құрмет көрсетеді. Өзбек, қазақ, орыс, неміс жоқ, бәрі бірдей адам, бәрі бірдей футболшы. Футболда ондай нәрсе жоқ. Мен түсінігімде ондай нәрсе жоқ. Жақсы адам, жаман адам. Ол үйде біреуге жаман адам, жақсы адам, біреуге жақсы адам, біреуге жаман адам. Адамның бір-бірін ешкім ештеңе жақпайды. Главный, өздерің барынша адал болуға, бәрін теңдікте, бәрін бірдей ұстап отырсын. Футболда осы бағым. Сен сыйлайсың ба, ол сені по-любому сыйлайды. Если сен оны сыйламайсың ба, сен одан сыйластық сұрамай қойды. Түсіндіңдер ме? Ол футболда өмір сүреді. Сен құрметтесең, сен бәрін бірдей көрсең, теңдік деген сол. Түсіндік па? Командадағы тәртіп пен жауапкершілік. Команда бұл бір организм, бір ойыншының тәртіпсіздігі бүкіл ұжымға әсер етеді. Әлемнің темасы тұрған біледі. Жаттықтырушының нұсқауларын орындау, жаттығу кестесін сақтау, команда жиналыстарына уақытында келу, бұлардың барлығы жеке жауапкершіліктің көрінісі. Көрдіңдер ме? Ағай мысалы 16-30-да болды. 16-45-те матч алды. Сендер как минимум 16-25-те жүрді. Олар керексіңдер. Олардың жауапкершілік. Ол ағайдың жауапкершілігі емес, ол өздерінің жауапкершіліктері. Потому что ағай әрқайсының жеке қарап отырады. Главное жазып жіберді ма, ол это уже бәрін сигнал. Осындай уақытта болуын керек, осындай уақытта бастауын керек. Түсіндіңіз ба? Жаттығу тәртібі, кешігу командаға деген сыйластықтың жоқтығын білдіреді. Уақытты бағалай білу чемпионның қасиеті. Кім чемпион болса еді, бәрін уақытлысын. Тәртіп деген осы.
Çöpe çempionluk kalktı. Mаған сен. Нұсқауларды орындау, жаттықтырушының тактикалық шешімдерін талқыламай, сеніммен орындау жеңіске жетудің кілті. Өзін-өзін бақылау, ойын ішінде, одан да тыста мінез-құлық үлгі болу керек. Спортшы үлгі. Сендер тренировкада ағайдан анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, ағай ол білгеннен кейін айтады сендер. Тактический сырттан көреді, технический сырттан көреді. Соның бәрін перестраивать етіп, сол кезде, мысалы кеше біз бір адам мен ойнадық, мысалы тактический болған. Спокойно күтіп алдық, компактно ойнадық. Түпкі өзіміздікін істедік. Дұрыс па? Ойын 5-2, қандай кайф победа, дұрыс па? Вот, міне, нұсқауларды орындау деген осы. Кеше бәрін әрқайсының өзінің жұмыстарын четко орындаңдар, ешқандай проблема болмайды. Еще желание. Бір адам кейін болсақ та, үлкендермен ойнасақ та, бізде желание жеңіске дейін. Түсіндіңдер ғой? Соның бәрі чемпиондар. Өзін-өзін бақылау. Көрдіңдер ме? Сендер одан кейін өзін бақылау, сендер уже қазір бүкіл елдің алдында жүрген дейін басқа өздерінің кіші балалары да үлгісін көріп. Дұрыстарын, киімдерін, шаштарын, үлгілерін, даже элементарный телефондарының беті таза ма, кір ма, ішінде не бар, не жоқ, осының бәрін өзін-өзін бақылау керек. Нәскиін, киімің сасып па, таза ма, тренировкаға келдің, біреуге иісі ұнамай қалдың, осының бәрін әдемі, приятный жүру керексің. И бұдан бөлек басқа ортаға барған кезде де сендерге внимание көбірек болады. Не үшін? Сендер уже неше түрлі қала көріңдер, шет елді көріңдер, ал басқалар қызығар, басқалардың аналары, әкелері қызығар. Мен де балам осындай спортсмен болса екен, мен де балам сүйіп жүрді көрсе екен. Сол үшін кәдімгіден болса өз-өзіңді бақылап ұстап отырсың. Жақсылап. Есіңде болсын дейді, командадағы тәртіп, жеке тәртіптен басталады. Сенің әрекетің команданың айнасы. Жауапкершілік бұл жүк емес, бұл сенің командаға саған сенеді, сен командаға сенеді. Түсіндіңіз ме? Бәріміз біліміз бәріміз үшін деген осы. Команданың тәртіптегі ғали. Ноль сенеді. Алдында бар, бұлында. Қаншалықты айтамын, мынау бос болсын, мынау бос болсын. Мынау бос болу керек. Тәртіп қай кезде қойды, мынау бос емес кезде. А мынау бос кезде разумно ойлансаң, мынандай нәрселердің бәрі болмайды. Өз-өзіңе сенсей, ешкімге сенбе, өз-өзіңе сен, сен командаңа көмектес. Ол сенің мақсатың сол. Түсіндіңдер ме? Әріптестермен өзара қолдау және сыйластық. Командадағы ең маңызды нәрсе бір-біріне деген сенім, ойын алаңында одан да әріптестерді қолдау, олардың қателіктерін сынамай, түзетуге көмектесу нағыз командалық белгісі. Қолдау көрсету, қате жасаған ойыншыны сынамай, оны рухани қолдау келесі жолы жақсырақ болады. Бұл сөздер команданың бірлесігі. Ашық қарым-қатынас, проблемаларды ашық айту, реніштерге іште сақтамау, конструктивті сын дамудың қозғалу күші. Бірлескен жеңіс бәріміздікі, жеке мақтауды іздемеу, команда жетістігін бағалау, құпиялылық. Команда ішіндегі мәселелерге командадан шықпау керек, сыртқа айтылған сын команданы әлсіретеді. Бәрі сосын қолдау көрсету. Мысалы кеше бізде Алишерде қанша екі әңгіме болды. Біз оны, Алишер, сен андайсың, мұндайсың деген жұмыс. Алишер, ничего, давай, у тебя получится, сенде болады, нормально деп, пожалуйста, екі болсын. Ойындалды. Бірінші таймда бір гол салды, пенальтиде бір салды. Екінші таймда керек голды салып берді. И сонымен алады. До конца тыныш тұрып. Түстемін, дұрыс па? Сол үшін бір-біріне поддержка, дұрыс поддержка беру керек. Ал не ойнатқан балдарға где-то что-то пихать ету керек болады. Кішкене ояту керек болады. Не всегда бәріне поддержка бере береміз, шіріп атса поддержка бере береміз. Әркімге әртүрлі подход керек. Капитан, лидерлер әркімге команда әртүрлі подход. Біреудің мінезі бар, біреу сөз көтере алады, біреу қолдау көтере алады, біреу ұрысты көтере алады. Вот сондайда отличить ету керек үшін. Ашық қарым-қатынас. Өздерінен проблемалар болады ғой, мысалы. Қазір біз сендердің жағдайларында бірінші проблемаларын сабақ оқумен қыз дейді. Дұрыс па? Келген қыздармен ұрыспасында футболдан ойнайсыңдар. Именно осы жаста. Дұрыс па? Тыншық боласыңдар. Ойында футболдағылар немейді, қайғырып кетесіңдер.
досыңа айт, сырлас, бар, шеш осы проблеманы. Сенде де бар проблема осы қазіргі жастарыңда. Сабақ қыз, потому что әке-шешелерің ақшаларын береді, қарындарың бар, киімдерің бар. Дұрыс па? Сол үшін өмір тоқтап қалмайды. Өмір сендерге басқа ештеңе жоқ. Сол үшін әр нәрсені өзінің уақытын ойланып, уақытын шешу керек. Бірлескен жеңіс. Кеше мысалы бір жұдырықтай ойнадық, бір-бірімізге поддержка беріп, бір-бірімізді қолдап жеңіске алып кеттік. Ал сәл жеңілістер де болды. Алдына мысалға сендер отырып қалыңдар, иә? Ол бізде кім кінәлі? Сен, мен емес. Бәріміз кінәліміз. Ағайдан бастап оныншы ағай. Потому что ағай уақытылы решение қабылдай ма? Балдар соны уақытылы істей алмады. Өздерін жоғалтып алды. Соның ойының соңын жеңіс алды. Асан сондай болған жоқ та, бір нөл өтіп тұрдым да, екіде өтіп қалды соны. Жан болғаннан кейін. Отан ойында да өзі еще. Көргеннен сол үшін бір-біріне дұрыс қолдаулай білу керексіңдер. Құпиялықтар. Команданың ішінде бір жағдай болады, мысалы ұрыс болып қалады, бала болғаннан кейін, өңкей еркектер болған, төбелес болып қалады, лишний әңгімелер болып қалады. Оны ешқашан сыртқа шығара алмайды. Ешқашан сыртқа шығара алмайды. Түсіндіңдер ме? Ешқашан сыртқа шығаруға болмайды. Команда деген сөз, значит, команданың ішінде қалып келіп құпия. Ол команданың құпия деген осы. Слайдта түсіріп отырсыз ба? Көрек. Қарсыластар мен төрешілердің шешімдерін құрметтеу. Қарсыластарға деген сыйластық. Қарсылас бұл жау емес. Бұл сені дамытатын серіктес. Оларсыз ойын болмайды. Матчқа дейін де, одан кейін де қарсыласты сыйлау. Бұл спортшының мәдениет деңгейін көрсетеді. Ойын алдында қол алысу міндетті дәстүр. Ойын барысында провокацияға берілмеу. Матчтан кейін жеңісті немесе жеңілісті лайықты қабылдау. Қарсыласты кемсітпеу, мазақтамау. Төрешілерге деген құрмет. Төреші ойынның кепілі, оның шешімдерін сыйлау, ереженің талабы, төрешіге айқайлау, қарсылық көрсету. Бұл тек карточкаға ғана емес, команданың беделіне нұқсан келтіреді. Төреші шешімін талқыламай қабылдау, капитан арқылы сұрақ қою, протест білдірмеу, ойынды жалғастыру, матчтан кейін алғыс айту. Есіңде болсын, төреші де адам, ол да жіберу мүмкін қателікті. Бірақ оны сыйлау міндеттісің. Себебі олсыз ойын ойнамайды. Официальный лицо деген осы төреші. Қарсылас деген, мысалға, кейбіреудің төбелесіп қаласындағы, басқа болып қаласындағы ғой, ол дұрыс емес. Ол неге сендер бір-екі рет төбелесесіңдер, сендер ажыратар болса, олар келесі жылы сендер ойнағысы келмейді. Сендер қалай өсесіңдер? Сендер футбол ойнай алмасаңдар өспейсіңдер. Чем менің түсінігімде 10 тренировка істегенше жақсы бір соперникпен бір матч өткізген пайда бар екен. Себебі тренировкада сендер айтылған нәрсені істейсіңдер, ал ойында сендер решение өздерің қабылдайсыңдар. Мынау басып жұмыс істейді. Сол үшін қарсыласты сыйлау маңыздырақ. Олар да мықты болса, сендер де мықты болса, екеуі үлкен деңгейде көтеріледі. Под давлением дейді ғой. Под давлением решение қабылдаған адам ертең өседі, тез өседі. Енді білесіздер, ойын алдында амандасып, бір-бірін шақтасып көресіздер, ойыннан кейін де тура соны істеу керек. Ойыннан кейін ұтылдың, оттың разница жоқ. Істеп кету керек, қол алысып кету керек, я рахмет. Ұтылдың ештеңе жоқ, это спорт. Онымен ештеңе тоқтап қалмайды. Мен де ойлайтын ба, ұтылсам болды. Жоқ, қазір менде жоқ. Ұтылдың ба, все. Значит, сен қателік істедің бір жерде. Значит, сол қателікпен жұмыс істеу керек. Болды. Мен түсінігім сондай қазір. Қол алыстың, рахмет айтқым келді. Болды. Бастау. Дұрыс па? Одан кейін ойында провокация жүргізу. Али кеше бір-екі рет тиісті, бір-екі рет жинағым басталды. Сипс. Бір-бірінің артынан тепсе де күліп кете берші. Күліп, бетін фальт етіп, күлде кетші, адамды көресің, нерві қалай болды. Тұрда күлде кете бер болды. Зато ол емес сен мықты болсын. Соншалықты мықты болсын. Түсіндер ме? Жаңа жеңісті айттым, қарсыласты кемсітпей мазақтамау. Қанша 10-0, 20-0 болса да,
зато сендер өздеріңнің жұмыстарын істедіңдер. Сендер өздеріңе мақсат қойып, өздерің өсу үшін өздеріңнің нәрселерін ғана істеп жүргенсің. Қарсыласқа қарамау керексің, қандай қарсылас ол? Мықты ма, слабый ма? Сендер өздеріңе қойған деңгейлі футбол бар, тренерлер істеп жатқан тренировка бар, соны қолданып керек. Қай команда болмасын. 20-дан ұтылса да, 20-дан ұтылсаң да, разница жоқ. Өзіңді істеу керексің. Түсіндіңдер ме? Төрешілерге деген құрмет. Я, төрешілер болады, адамдар төрешілер я қателеседі. Кейбір моментте бермей қалады, кейбір моментте беріп қалады. Бірінші сен де қателесесіңдер, дұрыс па? Адам болғанда сен де қателесесің. Мысалы, пас беретін кезде, мысалы, Димашқа кеше, сол аяқпен просто пас бересің. Сол аяқпен аутқа дейін отыр, аутқа дейін отыр. Ол да адамға қателесіп отыр. Мен оны, сен Диман, деп ұрыс отқан жоқпын. Төрешілер де турасында берді. Сықыратын жерде сықырмай қалады, сықырмай жерде сықырып қалады. Бәрі если мықты, идеальный болатын болса, ешқандай проблема болмайды. Түсіндіңдер ме? Сол үшін барлық нәрсеге, барлық қарсыласқа, төрешіге қарым-қатынас. Жанкүйерлер бұл команданың ең ерекше ойыншысы. Ал жанкүйерлер бұл команданың 12-ші ойыншысы. Олар сені қолдайды, сеніңмен бірге қуанады және қайғырады. Оларға деген сыйластық бұл сенің кәсіби деңгейіңнің көрсеткіші. Матчқа дейін жанкүйерлермен суретке түсіру, қолтаңба беру, жалпы сөз айту бұл кішкентай іс-әрекеттер үлкен мағына береді. Ойын барысында трибунаға қарап ойнау, қолдауға жауап беру, жанкүйерлердің энергиясын сезу, ойыншыға қосымша күш береді. Матчтан кейін жеңілісті де жанкүйерлермен бірге бөлісу. Оларға алғыс айту бұл міндет. Ерікті емес, жанкүйерлерге деген дөрекі мінез, құлық бұл тек және беделіңді ғана емес, бүкіл команданың, клубтың және тіпті футболдың атына да нұқсан келтіреді. Бұл жерде айтайын дегенім, жанкүйерлермен қарым-қатынас. Мысалы, сендердің жанкүйерлерің ата-аналар дұрыс па? Біреудің ата-ана болмай тоқтап қояды, артына айтып қояды. Ол себебі сендердің лучший қасиеттерін білгеннен кейін айқайлайды тұрса. Ол сендер жек көргеннен, сендер ондай қалсын дегеннен емес ол. Просто сенің өзіңнің деңгейіңді біледі. Содан сен сол деңгейді көрсете алмай жатқаннан кейін ата-ана да тренер жинады. Сол деңгейді көрсету керексіңдер. Сол кезде ғана ата-аналардың, жаттықтырушылардың более спокойный болды. Сендерге де қатты давление көрсеткен. Түсінесіңдер ме мағынасын? Ойыннан кейін дейді, матчтан кейін оны құрмет көрсету, шапалақ ұру, қойып Европада, Қазақстанда істейді. Ол сендер де кейбір ойыннан кейін барып шапалақ ұруларына болды ата-аналарына. Сонша жерден келді, жұмыстан шықты, қанша уақыттар барып шапалақ ұрып айтсаңдар болды. Бұл өте жақсы нәрсе. Қарым-қатынас, коммуникация сол жанкүйерлермен ойыншылар. Сол кезде сендердің өздеріңді келесі жолы мысалы одан да көбірек болельші жинау. Сендерді қолдау болады. Ойын барысында кейбір естисіңдер ғой жаңағы. Қолдау болады, алдыға, давай, ор, сал, гол, осының бәрін сезіну керек, есту керек. И жігерлену керексіңдер. Одан бетер мықтырген олар керексіңдер. Матчтан кейін, жаңа айттым, матчтан кейін шапалақ ұрып, бір-бірін құрмет көрсету. Ал жанкүйерлерге боқтасу, олармен бірдеңе доказать етіп, оларға бірдеңе айту қажет жоқ. Себебі олар жан тәнімен сендерге бар еді. Олардың сендердің любой сөздерін олар қабылдамайды. Потому что оларда да эмоция бар, оларда да көз бар, оларда да жаңағы желаниялар бар. Но единственный бұл жерде олардың сәл-сәл не алмайтыны ол сендердің жаттығуда істеп жатқан жаттығуларыңды ғана түсінбейді болды. Ал қалған поляда не болып жатқанын бәрі көреді. Жаңа құпия дегенім сол, сендердің өздерінің құпияларың бар, олардың өздерінің айтатындары бар. Сендер құпияны жанкүйерлерге айта алмайсыңдар. Разница осы жерде. Түсіндіңдер ме? Бірақ жанкүйерлерді құрметтеу ол сендердің былай айтқанда міндеттері болады. Қаншалықты жанкүйерлермен қарым-қатынастарың жақсы болады, өздеріне де соншалықты сыйластық, құрмет жақсы болады. Түсіндіңдер ме?
спортшының мінез құлқы мен этикасы. Футболшы бұл тек алаңдағы ойыншы ғана емес, сен үлгі. Жастар саған қарап өседі, жанкүйерлер сені идеал ретінде көреді. Сондықтан мінез құлық этикасы бұл жеке мәселе ғана емес, қоғам алдындағы жауапкершілік. Үлгі болу, жас футболшылар, балалар, олар сені бақылайды, сенің әрекетің олардың болашақ мінез құлқына тікелей әсер етеді. Үлгі бұл сенің міндетің. Адамгершілік, алаңда да одан да тыс адам болу ұмытпа. Жеңіс мақсатында адамгершілікті сату бұл нағыз жеңіліс. Құндылықтар, адалдық, шыдамдылық, еңбекқорлық, сыйластық бұл құндылықтар алаңда өмірде сенімен бірге болу керек. Қорытынды, мынауға кішкене тоқталып өтейікші. Үлгі болу, жаңа айтып отырмын ғой, сендер уже 16-17 жасқа келесің. Биыл 16 боласың келесің. Бұл жер жас 2017, 16-17 үлгі боласың. Чемпион Қазақстан болсаң да, жақсы турнирларда чемпион болсаңдар, уже сендерге қарап қызығады, жас балалар. Ал ол сендер мияққа келіп оқтап, трибунаның аяқтарымен теуіп шемішке шығарып отырсыңдар, сендерге ешкім қызық. Жаңа тұрыс жүріспеген осы. Жас балаларға үлгі көрсетесіңдер осы жерге. Қазіргі келесі жылы 9 пен 10 уже аға бәрі. Потом что фото выпуск. Биыл 8 пен 9. Келесі жыл 9 пен 10. Одан 10 пен 10. Бүкіл жас балаларға үлгі көрсететін осы. Адамгершілік. Қандай жағдай болмасын, адамдық қасиетті жоқ. Ең басты адамгершілік. Оставаться человеком деген білесіңдер ғой. Осы. Қандай жағдай болмасын, адам болып қалу. Құндылықтар айтылмай. Шыдамдылық, еңбекқорлық, мысалға кейбір бар, замена отырыс болсаң, кетіп қалды. Ал сен слабый болсаң, ағай отырса, сен мықты болсаң, ағай өзіне враги болсаң, ойнатады болсаң. Сен командаға гол әкеліп беріп тұрсаң, салып беріп тұрсаң, жеңіске сүйреліп тұрсаң, защитниктер артты қорғап, гол жерінен вратар мысалы, гол жерінен қорғап тұрсаң, ағай сен ешқашан банкеге отырыстырмайды, заменаға. Сен ойнатады, всегда. Түсіндір ме? Сол үшін құндылықтар өздері бағаланады. Адалдық, шыдамдылық, еңбекқорлық, сыйластық, соның бәрі өздерінің керек қасиеттері өсіңдер. Қорытынды табыс бұл тек шеберлік емес, футболшының шеберлігімен қатар оның тәртібі, адамгершілік және әділ ойын қағидаттарын ұстану команданың табысын тікелей әсер етеді. Ережелерді сақтау, футбол ережелері, оның заңы, оның бір және орында. Фейрплей ұстап, әділ ойын бұл жеңістен де маңызды. Адал ойын, адал жеңіс. Құрмет көрсет, әріптестерге, қарсыластарға, төрешіге, жанкүйерге, бәріне сыйластықпен қара. Үлгі бол, сен спортшы, сен адам, екеуі де бірдей маңызды. Түсіндір ғой? Бүгінгі жиналыстың қорытындылаған барлық қағидаттар бұл тек сөз емес. Бұлар біздің команданың рухы, біздің мәдениетіміз, біздің болашағымыз. Оның қағидаттарын жүрегімде сақта және әрбір ойында, әрбір жаттығуда оларды іс жүзінде көрсетіп. Бір команда, бір рух, бір мақсат. Түсіндір ғой? Қорытындыны түсіндір ғой, кім не айтады? Түсінікті ма бәрі? Балалар чемпион болғымыз келсе, бір команда, бір рух, бір мақсат. Мақсат қоясында чемпион болу керек. Соған қарай рух, бір команда. Бір команда болмасындар, дым пайда шықпайды. Али, тебе касается. Команда сен үшін сөйлейді ма, сен де команда үшін болмайтын жол прекрасно болмайды. Сен өзің емессің, сен уже командасың, сен үлгесің, сен уже ағасың. Біреулерге ағасың, біреулерге жақсы інісің. Себебі сен уже футбол ойнап жүрсің, сен лидерсің. Ертең жас бала сен ойынды көрді, сен қайталамауға кепіл бере аласың ба? Кепіл бере аласың. Сен кім қайталауға мүмкін? Дұрыс па? Олар ертең сен сияқты ойнап, команданы падат ету. Ал жоқ, енді сен өз-өзіңді перестроя бастайсың. Жақсы жақ.
қандай жағдай болмаса секірудің қажеті жоқ. Шыдамдылық сен үлкен жеңіс алып саған гарантия беремін. Мен мақтанбаймын, бірақ менде 6 балдар қазір Қайсарда ойнап отыр. Олар Таразда шыдады, Алматыда шыдады. Сосын соңғы жыл кетті. Одан қазір бәрі көр басына қалай ойнап отыр. Шыдамдылық керек, барлық жерде шыдамдылық, спортта шыдамдылық керек. И жігер. Алдыңа мақсат қойдың ба, цель қойдың ба, соған жете білу. Соған қандай жағдай болмасын. Қара, мақсат қойдыңдар, сендер былай барасың деп ойламаңдар. Кетесіңдер былай. Былай қайтып көтересің, қайтып түсесің. Мен 3 жыл күміс алдым. Қалай жұмыс істесек те күміс алдым. Жоқ, бірақ сонда да жұмыс істедім. Алтын алдым. Тағы да жұмыс істедім, тағы да алдым. Балдарыма да рахмет. До конца шыдады, сенді өздері. И жұмыс істедім. Тоқтамай қысы, жазы. Түбі соған алып келді, алтынға. Ол әрқайсының өзінің еңбектері. Бірге жұмылған жүк жеңіл болады. Түсіндіңдер ғой? Сол үшін всегда бірге. Қаншалықты бірге боласың, соншалықты жүк жеңіл болады. Все, рахмет.